Сәлем достар, менің атым Әуеспай Айша, және суретімнің осылай сөйлеп тұрғаны жасанды интеллектінің жақсы дамып келе жатқанының айқын дәлелі болмақ. Ендеше, толығырақ жиы мен журналистика тақырыбындағы сұхбатымыздан біле аласыздар. Қайырлы күн, менің жанымда Қазконтент акционерлік қоғамының жиы маманы журналист Аршат Ораз. Сізге жалпы жиы және журналистика туралы бірнеше сұрақ қоя кетсек. Бірінші сұрақ, ақпараттық технологияның қарыштап дамыған заманында жиыдың де бізде қолданыс аясы кеңейіп келеді, және бұның бізде бақ және медиа саласына қандай әсері бар, толығырақ айта кетсеңіз? Жасанды интеллект жалпы тез дамыған сайын, әсіресе ақпарат саласында және мәтінмен жұмыста өте жақсы пайдалы болып жатыр. Біз өзіміздің жұмыста 4 редакциямыз бар. Бір жылдан бері жасанды интеллект модельдерін енгіздік. Бұның ең жақсы жері уақытты үнемдейді. Уақытты үнемдейді және ақпараттың сапасын да жақсартады. Сәйкесінше, жаңа күнделік жаңалықтарға көп уақытты үнемдегеннен кейін журналистер басқа эксклюзив нәрселерге қарай уақыт бөле бастайды. Репортаж жасауға эксклюзив табуға деген сияқты. Ал күнделік жаңалықтарды біз жасанды интеллект арқылы өңдеп, солай шығарып беріп жүрміз. Иә. Ал қазіргі қоғамда бізде әртүрлі пікірлер кездесіп жатады. Мәселен, жасанды интеллекттің дамуымен бізде журналист мамандарына деген сұраныстың төмендеуі мүмкін деген болжамдар бар. Бұл пікірмен сіз қаншалықты келісесіз? Журналистика саласында, мысалға, қарапайым тілші, монтажер деген сияқты, корректор, жазба аудармашы деген сияқты нәрселер керек болмай қалады болашақта. Керісінше, жаңағыдай сұхбатталатындар, репортаж жасау сияқты журналистикада осы бағытқа қарай ауысқандар дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, қазір журналистиканы таңдайтын жастар болса, оларға мен кеңес осындай болар еді. Сонда жасанды интеллект дегеніміз ол ақпараттық қауіп пе, әлде жұмысты жеңілдететін мүмкіндік пе? Бұның тиімді пайдалану жолдары бар ма? Жасанды интеллект ең біріншіден ол барлық нәрсені жасап беретін нәрсе емес, ол жай ғана бір көмекші құрал. Ол көмекші құрал көп адамның бірінші сағат жұмыс істейтін нәрсесін өте аз уақытта жасап бере алады. Сондықтан оны қолданған адам ғана кейін жақсы бір нәтижеге жететін болады. Өйткені адамдар қазір қорқады, жасанды интеллект менің жұмысын тартып ала ма деп. Керісінше олай емес, жасанды интеллектті білетін адам оның орнын тартып алады. Сондықтан бұл енді қазір заманның талабы осы болып отыр. Енді талап осындай болғанда оған еріп отыру керек болады. Иә, дұрыс айтасыз. Ал сіздер осы Қазконтент кезінде өздеріңіздің жұмыстарыңызда жасанды интеллектті қалай пайдаланасыздар? Практика жүзінде. Мысалы, бұрын біз ақпаратты Google арқылы іздеп, одан кейін оның бәрін қорытып отыратын едік. Ал қазір оның барлығын 1 минуттың ішінде, яғни бір тақырыпта мақала жазу үшін барлық ақпаратты бірден сол жерден таба аламыз. Және оның сілтемелерін көрсетеді, дерек көздерін. Сол арқылы тексеріп көреміз, ол рас па шын ба екенін. Екіншіден, факт-чекинг бойынша қолданамыз. Ақпаратты нақтылау керек болады, ол шын ба, өтірік па. Сол кезде жасанды интеллектті жақсы пайдаланамыз. Және мультимедиа бойынша, визуал бойынша, фото, видео жасау, дыбыстау деген сияқты нәрселерде осы жасанды интеллектті қолданамыз. Жақсы сұхбатыңызға рахмет, біздің көрерменге пайдалы болды деген ойдамыз. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Сұхбатымыз аяқталған соң біз Қазконтенттің жұмысымен танысып, жиыды фото мен видео жасауда практика жүзінде қолданып, жаңа ақпарат жинадық. Осы арқылы жаңа технологияны өз идеясын жүзеге асыруда тиімді пайдаланған адам үлкен жетістікке жете алатынына көз жеткіздік. Дегенмен, жасанды интеллектіні тек көмекші құрал ретінде қолданған жөн, себебі адам санасының ұшқырлығына ештеңе тең келмейді. Назарларыңызға рахмет, сіздермен бірге болған Әуеспай Айша.